Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табалдырықты баспа, екінші сабақ. Сабаққа қойылатын мақсаттар: тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау, ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту. Бірінші тапсырмамыз: тақырып бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. Қазақтың отбасы дәстүрінде тыйым сөздер ненің құралы болып саналады? Екінші: тыйым сөздер арқылы балаларды неге үйреткен? Үшінші сұрақ: табалдырық қазақ халқында қандай ұғым болып саналады? Төртінші сұрақ: табалдырық ненің шекарасы? Бесінші сұрақ: табалдырық ненің белгісі? Өзіңді тексер. Тыйым сөздер үлкен маңызға ие тәрбие құралы. Тыйым сөздер арқылы балаларды жамандықтан алыс, жақсылыққа жақын болуға үйреткен. Табалдырық қазақ халқында қасиетті ұғым болып саналады. Табалдырық үйдің сырты мен ішінің шекарасы, байлық пен кедейліктің де шекарасы болып есептеледі. Табалдырық бақыттың белгісі. Келесі тапсырмамыз: суреттен шаңырақ, домбыра, сандық, төр, дастархан, оң босаға, сол босаға, табалдырық суреттерін табыңыздар. Өзіңді тексер. Шаңырақ, сандық, төр, домбыра, дастархан, оң босаға, сол босаға, табалдырық. Жақсы, келесі тапсырмамыз: төмендегі сөздерді буынға бөліп, буынның түрін ажыратыңыздар. Табалдырық, төр, сандық, босаға, оң, ырым, тыйым. Өзіңді тексер. Табалдырық: төрт буын. Бірінші буын ашық буын, екінші буын бітеу буын, үшінші буын ашық буын, төртінші буын бітеу буын. Төр: бір буын, бітеу буын. Сандық: екі буын, бірінші буын бітеу буын, екінші буын бітеу буын. Босаға: үш буын, бірінші буын ашық буын, екінші буын ашық буын, үшінші буын ашық буын. Оң: бір буын, тұйық буын. Ырым: екі буын, бірінші буын ашық буын, екінші буын бітеу буын. Екі буын, бірінші буын бітеу буын, екінші буын тұйық буын. Жақсы балалар, келесі тапсырманы орындаймыз. Суреттерді сөздермен алмастырып айтыңыздар. Және септік жалғауларын жалғаңыздар. Енді өзіңізді тексеріңіздер. Үйде ысқырма, үйде адам санын санама, бір қолмен нанды үзбе. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.